Армысыз құрметті көрермен, эфирде анығын айтқанда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Инга Иманбай. Бұл эфирдің астына лайк басып, пікір қалдырсаңыз, сілтемесін жан-жаққа таратсаңыз, шындықтың бұқара жұртшылыққа жетуіне зор үлесіңізді қосасыз. Ел дауысы арнасына жазылып, әрқашан бірге болуға шақырамыз. Белгілі қоғам қайраткері экономист Оразалы Ержанов 2 айға қамауға алынды. Оған қылмыстық кодекстің 150-ші бабы, яғни сайлау құқықтарын жүзеге асыруға немесе сайлау комиссияларының жұмысына кедергі жасау айыбы тағылды. Егер сот Ержановты кінәлі деп тапса, 4000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 4 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Оразалы Ержанов қаңтар оқиғасынан кейін ақпараттық кеңістікте белсенділік танытып, кәсіпкер Болат Әбіловпен бірге елге қайтару қоғамдық қорын құрған болатын. Бұл қордың мақсаты Назарбаев пен оның айналасы ұрлаған дүние мүлікті қайтару, олардың заңсыз жолмен жинаған байлығын қазынаға оралту еді. Сонымен бірге Ержанов 2022 жылдың қараша айынан бастап жемқорлыққа қарсы күресетін Transparency Қазақстан ұйымының қамқоршылар кеңесінің мүшесі. Олардың сайтында қоғам қайраткері туралы былай делінген. Ержанов Оразалы 1963 жылы Қазақстанда дүниеге келген. 1991 жылы СМ Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін құқықтану мамандығы бойынша бітірген. 1995 жылы Ресей Федерациясы үкіметі жанындағы Қаржы академиясының қайта даярлау институтын банк ісі бойынша экономист мамандығы бойынша тамамдаған. Ұзақ уақыт бойы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі вице-министрі, Қазпошта акционерлік қоғамы басқарма төрағасы, Қазақстан халық банкі төрағасының орынбасары, Кегок вице-президенті, сондай-ақ Наурыз банкі басқарма төрағасы қызметтерін атқарған. Ол елдегі қаржы экономикалық қызметті реттейтін көптеген заңдарды дайындауға қатысқан. Әсіресе банк қызметін жүзеге асыру саласында. Республикада қолма-қол ақша айналымын және валюталық реттеу жүйесін реформалаумен айналысқан. Экономиканы мемлекет иелігінен шығару, жекешелендіру үдерістерін, мемлекеттік мүлікті басқаруды және төлемсіздік мәселелерін шешуді басқарған. Пошта саласын басқарған кезде қаржылық және басқа да қызмет түрлерін енгізген. Қазақстан халық банкінде жұмыс істеген кезеңінде банктың құрылымын және бюджеттік үдерісін оңтайландырумен айналысқан. Қазіргі уақытта Ержанов Оразалы Сантаевич елге қайтару қоғамдық қорының құрылтайшысы әрі жетекшісі болып табылады. Бұл ұйым елден заңсыз шығарылған активтерді қайтаруға жәрдемдеседі. Қордың мақсаты экономикадағы жемқорлық жүйесін толық жою, заң мен әділдікті қалпына келтіру және елдің барлық азаматтары үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Оразалы Ержановтың есімі сонау 2005 жылы Наурыз банкті басқарып тұрғанда шыққан еді алғаш рет. Кейіннен белгілі болғандай, оның қаржылық институтын Назарбаевтың кенже қызы Әлия тартып алмақ болып, рейдерлік әрекетке барды. Бірақ ол кезде бұл туралы ешкім де тіс жармады. Ержановтың үстінен қылмыстық іс қозғалып, ол елден кетуге мәжбүр болды. 2010 жылы сол кездегі қаржы полициясы оның Мәскеуде ұсталғанын хабарлап, Ержанов 3,5 миллиард теңгені жымқырды деген күдікпен оның ісін сотқа жеткізді. Сот үкімі бойынша ол 5 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Әрине, Оразалы Ержановты қаралаушылар оны Наурыз банкті тонады, қаржы жымқырды деп айыптағысы келеді. Ал шын мәнінде бұл Назарбаев отбасының оған қарсы жасаған рейдерлік әрекеті екені ашылды.
Бұл туралы Оразалы Ержановтың өзі де сұхбаттарының бірінде ашық айтқан еді. Сол Назарбаевтың семьясының мүшелері шықты. Әуелі Алия Назарбаев банкты алам деді. Әуелі 50% алам, сосын 51-ін алам деді. Одан кейін ол кісінің ана бір екінші адамы, ана авиация жағында жүретін, сол кісі 70% алам деді. Банкты бермедік. Соның ақыры сол банктың банкротствомен бітті, елден қашуға тура келді. Қашқанмен бірақ ақыры бәрін өттік, түрмесінен де, сотында. Енді менің кезінде сол осы айқай жанжал басталған кезде барған адам көмек сұрап Жармахан Тұяқбай артынан бәрі осы өткеннен кейін онымен кездескенімде ол маған айтты, осындай жағдай болсын деп команда берген Назарбаевтың өзі дейді. Жармахан Тұяқбай осында. Яғни ол көмектесе алмағаны Назарбаевтың тікелей тапсырмасы болды. Сол кісіден мен өзім солай деп естідім. Ол кездегі біздің премьер-министр болған, ол кісі уже кеткен мемлекеттік қызметтен Нұрлан Балғымбаевтың үйінде болған әлеуметтік осындай. Біздіңше, Оразалы Ержановты қамауға, оны қылмыстық жауапкершілікке тартуға ешқандай негіз жоқ. Саяси тұрғыдан айтатын болсақ, Ержанов Қазақстанда төңкеріс жасау керек, билікті аудару керек, тұрақсыздық орнату керек деп заңсыз аттандаған жоқ. 2022 жылдан бері Назарбаевтардың былықшылығын ашумен, олардың елден заңсыз ұрланған қаржысын іздеумен айналысты. Назарбаевтың кезінде жасалған жемқорлық схемаларын әшкерелеп, олардың қандай жолмен миллиардтаған қаржыны қалтасына салғанын айқын көрсетті. Керек десеңіз, бұл жаңа Қазақстан билігіне көмектесу емес пе? Оны сыртқа теуіп, қылмыстық қудалауға ұшыратқанша, білімі мен білігін пайдаланып, мемлекет қазынасын Назарбаевтар ұрлаған қаржымен толтыруға әрекеттенбей ме? Оның үстіне Ержановтың біреудің жеке басына тиіскенін, орынсыз қаралағанын, себепсіз соқтыққанын байқамадық. Ойын, пікірін сауатты түрде жеткізіп, әрбір сөзіне аргумент келтіретін салиқалы азамат. Бұл тұрғыда Оразалы Ержановты түрмеге отырғызу биліктің өзіне еш абырой әпермейтін іс. Бәлкім, бұл шаш ал десе бас алуға әзір тұратын орта деңгейдегі күштік құрылым қызметкерлерінің әрекеті шығар. Ержановтан қауіп бар, қатты сөйлеп жатыр, билікті сынға алды деп жоғары жаққа бұрыс ақпарат жеткізді ме деген ой туындайды. Сондықтан біздің айтарымыз, Ержанов қоғамның да мемлекеттің де алдында қылмыс жасамады. Білімі терең, жасы 60-ты алқымдаған зиялы тұлғаны түрмеге қамамай-ақ, оны бостандыққа шығарса деген тілегіміз бар. Заңдық тұрғыдан келер болсақ, Ержанов бұл жағынан да заң бұзушылық жасады деп айта алмаймыз. Бұл туралы басқа емес заң саласының патриархы 1995 жылғы Конституцияны жазуға тікелей атсалысқан академик Майдан Сүлейменов те ашық айтты. Әлеуметтік желідегі жазбасында ол былай деді: Оразалы Ержанов 2 айға қамауға алу жазасына кесілді. Оған дейін ол 10 тәулік алдын ала қамауда отырды. Біз профессор Фарид Сүлейменұлы Қарагусов екеуміз оның осы 10 тәулікті үй қамағында өткізуі үшін кепілхат берген едік. Бірақ біздің өтінішіміз қабылданбады. Егер біреу менің Оразалының тағдырына неге соншалық белсенді араласып жүргеніме таңғалса, түсіндірейін. Оразалы менің шәкіртім. Ол менің әріптесім әрі аспирантым болды. Философия және құқық институтында. Кейін ол мемлекеттік қызметке кетіп, ал мемлекеттік қызметін аяқтаған соң қайтадан маған оралды. Ол цивилист және Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне жазылған түсіндірменің авторларының бірі. Оразалы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 150 бабының 2 бөлігінің 3 тармақшасы бойынша сотталған. Қазақстан
қылмыстық кодексінің 150-ші бабы сайлау құқығын жүзеге асыруға немесе сайлау комиссияларының жұмысына кедергі келтіру деп аталады. Бірінші бөлігінде азаматтың өз сайлау құқықтарын немесе референдумға қатысу құқығын еркін жүзеге асыруына кедергі келтіру туралы айтылған. Бірде бір бөлігінде былай делінеді: сайлау комиссияларының немесе референдум өткізу жөніндегі комиссиялардың жұмысына заңсыз араласу және дауыс беруге, кандидаттарды тіркеуге, партиялық тізімдерге, дауыстарды санауға және сайлау немесе референдум нәтижелерін анықтауға байланысты міндеттерді орындауға кедергі келтіру. Ал қылмыстық кодексінің 150-ші бабының 2-ші бөлігінде осы баптың 1 және 1-1 бөліктерінде көзделген әрекеттер 3 адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша немесе қылмыстық топпен жасалса 4000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салуға немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 4 жылға дейін бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады деп көрсетілген. Яғни 4 жылға дейін жаза беруі мүмкін еді. Маған қызығы, Ержановтың әрекетінде нақты қандай қылмыс құрамы бар. Қылмыстық кодекстің 150-ші бабының 1-ші бөлігі шамасы сәйкес келмейді. Азаматтардың сайлау құқықтары шектелген жоқ. Бірде бір бөлігі де сәйкес келмейді. Референдум өткізу жөніндегі комиссиялар әлі құрылған жоқ. Демек, бәрібір 1-ші бөлік болуы керек. Яғни, Ержанов қандай да бір жолмен азаматтардың референдумға қатысу құқығын еркін жүзеге асыруына кедергі келтірген. Сонымен қатар бұл әрекеттерді ол алдын ала сөз байласқан адамдар тобымен бірге жасаған делінеді. Қызық, бұл қандай қылмыстық топ және олар азаматтардың референдумға қатысу құқығын қалайша шектей алды? Оның үстіне референдум әлі өткізілмеген кезде. Мен апелляциялық алқа Ержановты соттауға байланысты туындаған осы және басқа да сұрақтарға жауап беруге тырысады деп өте үміттенемін. Майдан Сүлейменовтен артық алып қосарымыз жоқ бұл мәселеде. Қалай болғанда да Оразалы Ержановқа қатысты мәселе оң шешілсе деген үмітіміз бар. Тым құрығанда оны тергеу изоляторында емес, үйқамақ жағдайында ұстаса дейміз. Ержановтың қорғаушысы Виталий Вороновтың айтуынша, оның денсаулық жағдайы мәз емес. Қолындағы жарасы асқынып кеткен. Ержановтың жасын, денсаулық жағдайын, тұрғылықты жері барын, қоғамдағы танымалдылығын есепке алып, оны үйқамаққа жіберсе, осының өзі әзірге компромисті шешім болар еді. Ержанов ешқандайда бас бұзар террорист емес, оны түрмеде ұстайтындай. Егер үйқамаққа жіберсе, заң талаптарына бағынып, оны бұзбайтыны анық. Осы жағында ойластырса дейміз тергеу органдары мен сот өкілдері. Оразалы Ержанов қамауға алынып жатқан тұста, ол әшкерелеген Назарбаев кезіндегі шенділердің Дубайдағы резиденцияларына Иранның зымырандары мен дрондары құлап жатты. Азаттық журналисі Манас Қайыртайдың жазуынша, Иранның зымыраны Дубайдың элитарлы Fairmont The Palm ауданына түскен. Ал бұл ауданда Қазақстан байларының 97 пәтері бар көрінеді. Мүлік иелерінің арасында Назарбаев заманында аса жоғары лауазым атқарған мына шенділердің туыстары аталады. Бағдат Батталова Алматы облысының бұрынғы әкімі Амандық Батталовтың жұбайы. Мирас Мами жоғары соттың бұрынғы төрағасы Қайрат Мәмидің ұлы. Лейла Адайбекова орталық сайлау комиссиясының бұрынғы төрағасы Берік Имашевтың жұбайы. Елжан Имашев Берік Имашевтың ұлы. Жанар Сейтвалиева Қайрат Шәріпбаевтың бұрынғы жұбайы. Қорлан Шәріпбаева Қайрат Шәріпбаевтың қызы. Өркен Есей Алматы қаласының бұрынғы әкімі Ахметжан Есімовтің күйеу баласы. Алена Шенесары мәжілістің бұрынғы депутаты Гүлжан Қарағұсованың келіні.
Қайсын Жұмағалиева, цифрлық даму жөніндегі бұрынғы министр Асқар Жұмағалиевтің анасы. Сержан Дүйсебаев, Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақтағы өкілі. Руслан Ақбердиев, президент күзет қызметінің бұрынғы қызметкері. Ғабдул Хаким Жашыбеков, президент әкімшілігінде жұмыс істеген генерал. Николай Радостовец, бұрынғы министр. Ардақ Зиябек, бұрынғы вице-министр. Берік Толымбаевтың ұлы. Қарап отырсаңыз, бұлардың барлығы да кезінде мемлекеттік қызметкер болды. Кәсіпкер атанып, миллиондаған қаржыны бизнеспен тапты деп айта алмаймыз. Соған қарамастан, Дубайдың қымбат аудандарынан бірнеше пәтер алып, оған иелік етуі әрине сұрақ тудыратын жағдай. Қаржыны қайдан алды? Бірнеше миллион долларға Дубайдың қақ ортасынан пәтер сатып алуға қалайша жағдайы жетті. Бұл мәселені парламент депутаты да көтерді жақында. Ерлан Сайыров мәжілісте бұған қатысты пікірін білдіріп, былай деді: бұл пәтерлерді бұрын Қазақстан Республикасында басшылық қызмет атқарған адамдар немесе олардың туыстары сатып алған. Алмағанын анық түсінуіміз керек. Менің ойымша, Қазақстанда басшылық қызметтерде болып, осында жұмыс істеп, кейін кенеттен басқа елге көшіп кетіп, сол жақта тұру моральдық тұрғыдан дұрыс емес. Сонымен бірге ол бас прокуратурадан бұл жағдайды тексеруді сұрайтынын да жеткізді. Қалай болғанда да Дубайда бұрынғы шенеуніктердің қымбат пәтері бары бұрыннан белгілі болатын. Азаттық журналистері бұл туралы егжей-тегжейлі жазып, экс-шенділердің нақты қайда тұратынын да көрсетті осыдан біршама уақыт бұрын. Тіпті Назарбаевтың үшінші әйелі саналатын Әсел Құрманбаеваның да Дубайда қымбат дүние мүлкі барын ақпарат құралдары жазды. Әсел Құрманбаева екі ұлыммен қайда тұрамын, пәтер ақысын қалай төлеймін деп миллиондаған қазақстандықтар тәрізді қиналмайды. Себебі оның Дубайда да қымбат мүлкі бар. Ақпарат құралдарының жазуынша, Әсел Құрманбаева Пальм Жумайрах аралында орналасқан Аквамарин Резиденс 3 көшесінің екінші қабатынан 3 бөлмелі апартаментке иелік етеді. Жылжымайтын мүліктің аумағы 210 шаршы метр. Нысанның нарықтағы бағасы шамамен 2 миллион доллардан басталады. Үйдің жанында бассейн бар, ал аудан жақсы дамыған инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген. Байкен Дубайға келіп тұрамын десе де, Назарбаевтың үшінші әйелі еш қысастық көрмейтіні анық. Әсел Құрманбаева Біріккен Араб Әмірліктерінде жалғыз сұрамайды да. Себебі оның әпкесі Ақмарал Есполова да Дубайдан қымбат мүлік сатып алды. Ақпарат құралдарының мәліметінше, Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әйелі Әсел Құрманбаеваның әпкесі Ақмарал Есполова Дубайдың Paramount Tower атты элиталық тұрғын үй кешенінде пәтерге иелік етеді. Аумағы 150 шаршы метр болатын бұл апартаментті жергілікті жылжымайтын мүлік платформаларының қазіргі таңда шамамен 3,5 миллион дирхамға немесе 520 миллион теңгеге бағалап отыр. Пәтердің нақты Ақмарал Есполоваға тиесілі екені Дубайдағы жылжымайтын мүлік иелеріне қатысты ауқымды деректердің жариялануы нәтижесінде анықталған. 3 жатын бөлмесі және 15 шаршы метрлік террасасы бар бұл пәтер Paramount Tower Hotel Residence зәулім ғимаратының 40-шы қабатында орналасқан. 66 қабатты бұл мұнара 2021 жылы Қытайдың мемлекеттік құрылыс корпорациясы тарапынан Дубайдың Бизнес Бэй ауданында салынған. 15-тен 25 қабатқа дейінгі бөлік люкс санатындағы қонақ үй ретінде пайдаланылса, 26 мен 63 қабат аралығы элиталық тұрғын үйлерге арналған. Ғимараттың ең жоғарғы қабатында бассейн орналасқан. Назарбаевтың басқа да отбасы мүшелері дәл осы Дубайдан қымбат мүлік сатып алғаны белгілі. Оның кенже қызы Әлияның өзі 14 миллион долларға Дубайдан вилла сатып алғаны мәлім болды. Азаттықтың жазуынша
5 жыл бұрын халықаралық зерттеуші журналистер мен серіктес медиалардың бірі армениялық Хетам сайты жариялаған зерттеуде Дубайда Назарбаевтардың жиені Нұрәлі Әлиевтің де 4 үйі бары айтылған. Бұл зерттеуде Сифо Атс ұйымының қолына түскен құжаттар негізінде жасалған. Бірақ мүлік реестрі дерегі жаңарды. Қазір тізімде Нұрәлі Әлиевтің есімі жоқ. Сол сияқты Қайрат Сатыбалдының да дәл осы Дубайда жылжымайтын мүлкі бары айтылады. Шамс тұрғын үй кешенінің 4-ші үйінде Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалды әулетінің бірнеше пәтері бар. Ғимарат тура Джумейра жағалауында орналасқан. 2022 жылы күзде 6 жыл мерзімге бостандығынан айырылған, қазір өзге істер бойынша тергеліп жатса да, шартты түрде бостандыққа шыққан Қайрат Сатыбалдының отбасына қарайтын 2 апартаменттің есігін қақтық. Ешкім ашпады. Енді осы бір кешеннің ішіндегі бірнеше үйді олар қалай еленіп отырғанын айтайық. Сифо Атс базасындағы дерек бойынша Қайрат Сатыбалдының атында 8-ші қабатта бір пәтер, бейресми әйелі деп айтылатын Әсел Бақтияр қызының атында 3-ші және 9-ші қабаттарда 3 пәтер бар. Бақтияр қызы 9-ші қабатта орналасқан пәтерлерге Әлжан Қайрат қызы, Исмаил Қайрат ұлы, Нұрхан Қайрат ұлы деген сияқты адамдармен бірге иелік етеді. Дәл осы Азаттықтың хабарлауынша, бірақ Сифо Атс ұйымы Азаттыққа берген дерекке қарағанда, Дубайда Нығматулиннің әйелі Венера Баймырзаеваның да атына 50 шақты жылжымайтын мүлік тіркелген. Соның алғашқысы 860 шаршы метрлік вилла Living Legends деп аталатын коттедж қалашығындағы бұл жылжымайтын мүліктің құны 670 миллион теңгенің, яғни 1,5 миллион доллар айналасында. Сондай-ақ Файруз деген ғимаратта Венера Баймырзаеваның атына аумағы 500 шаршы метрлік апартамент тіркелген. Сифо Атс ұйымы оның нарықтағы құны шамамен 850 миллион теңгеден 1,9 миллион доллар асатынын есептеген. Сифо Атс дерек базасында Баймырзаева Дубайдың орталығында бұдан өзге премиум санатындағы бірнеше пәтердің иесі деп көрсетілген. ДМСК кешенінде жалпы құны жарты миллиард теңгедей 1 миллион доллар 2 пәтер, Royal Ocean ғимаратында 270 миллион теңге 600 мың доллар шамасында тұратын апартамент, Regal Tower кешенінде 250 миллион теңгенің 550 мың доллар пәтері, Бахар кешенінде 150 миллион теңгеден 380 мың доллар қымбат тұратын пәтер Баймырзаеваның атына жазылған. Енді өзіңіз ойланып қараңыз, сонау комсомолдан бері өмір бойы мемлекеттік қызметте келе жатқан Нығматулин Дубайдан 50 пәтерді қайдан алды? Тексерілетін мәлімет пе? Әрине. Олай болса, бас прокуратура бұған назар аударып, олардың активтерін елге қайтаруды ойластырып, қылмыстық іс қозғауы тиіс емес пе? Ал сіз қалай ойлайсыз? Қылмыстық істі Қазақстанды тонаған Назарбаевтарға қатысты қозғау керек пе? Әлде олардың дүние мүлкін елге қайтаруды ойлаған Оразалы Ержановты қамау керек пе? Бүгінге айтарымыз осы. Құрметті көрермен, келесі аптада жүздескенше.